Қайырлы күн достар. Міне бүгін сіздермен ерекше шығатын үгілмелі қамырдан самса жасайтын боламыз. Бір ерекшелігі, бір жасағаннан керемет болып шығады. Бізге керегі 500 грамм ұн, 200 грамм майымыз, суық су, міндетті түрде суық су болу керек, және шай қасық тұз, 2 жұмыртқа керек. Бір жұмыртқаны қамырға қосамыз, біреусін бетіне жаққанға. Бөлме температурасындағы майымызды осылай ұнымызға сапшылап, үстіне жұмыртқамызды, суымызды құйып, осындай массада қамыр илейміз. Жұмсақ болу керек, өте қатты қолға жабыспайды, өйткені сары маймен иленгеннен кейін осылай жұмсақ боп, дәмді боп шығады. Ішіндегі салмасына ет пен пияз болса болды. Кез келген етті ала бересіздер. Осындай қара бұрышымызды, тұзымызды салып, араластырып дайындап аламыз. Енді қамырымызды күлшелеп дайындаймыз. Мінекей осылай күлшелеп қоямыз. Бетін жауып 5-10 минутқа тындырып қоямыз да, осылай бір-бірден алып самсамызды жасай береміз. Өте қатты жұқа болмау керек, өте қатты қалыңда болмау керек. Өзі бір келкі жайып, ішіне салмасын салып, түйіп жасай бересіздер. Достар, егер менің каналым ұнаса, сіздерге бөлісіп жүрген рецепттерім ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай салмасын салып, жақсылап жабыстырамыз. Одан кейін түйетін боламыз. Шетінен бастап түйсеңіздер болады. Мінекей осылай түйіп, барлығын осылай жасап шығасыздар. Міне осылай дайындап алған самсаларыңызды пешке салып 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей самсамыз көтеріліп, сондай дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Назарларыңызға көп-көп рахмет.